Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Бүгінгі видеомызда біз өміріңіздің маңызды бір бөлігі шомылу туралы айтатын боламыз. Біз күнделікті жасайтын бұл әрекет кейде денсаулығыңызға қауіп төндіруі мүмкін екенін білесіз бе? Әсіресе 60 жастан асқаннан кейін. Көпшілігіміз үшін ыстық суға шомылу күннің шаршағанын басатын керемет тәсіл. Бірақ бұл жағымды әрекеттердің өз қауіптері бар екенін де ұмытпауымыз керек. Бүгін мен сіздерге 60 жастан кейін шомылу кезінде жіберетін, өмірді қысқартатын 5 қателік туралы айтып беремін. Егер сіз өзіңіздің, жақындарыңыздың денсаулығын ойласаңыз, онда бізбен бірге болыңыз. Ыстық суға шомылу бұл бұлшықеттерді босаңсытып, шаршауды басатын керемет тәсіл. Бірақ 60 жастан асқаннан кейін абай болу керек. Тым ыстық су қан тамырларын кеңейтіп, қан тамырлар қысымын күрт төмендетуі мүмкін. Бұл бас айналу, әлсіздік, естен тануға әкелуі мүмкін. Сондықтан судың температурасын мұқият тексеріп, өзіңізді жайлы сезінетіндей жылылықта шомылу маңызды. Егер сізде жүрек ауруы немесе қан қысымы жоғары болса, ыстық суға шомылудан мүлдем бас тарту керек. Бұл жағдайда жылы суға шомылу немесе душ қабылдау ұсынылады. Есіңізде болсын, сіздің денсаулығыңыз ең бастысы. Көпшілігіміз ваннада ұзақ уақыт демалуды ұнатамыз, әсіресе су жылы және хош иісті болса. Бірақ ұзақ уақыт шомылу терінің табиғи майларын жояды. Бұл құрғақтық, қышу және тітіркенуге әкелуі мүмкін. Терінің қорғаныш қабаты бұзылып, инфекцияларға осал болады. Сондықтан 60 жастан асқаннан кейін ваннада 15-20 минуттан артық уақыт өткізбеу ұсынылады. Егер сіз ұзақ уақыт демалғыңыз келсе, жылы суға шомылып, теріңізді ылғалдандыратын крем жағыңыз. Сусабын мен сабынды шектен тыс қолдану. Сусабын мен сабын гигиенаның маңызды бөлігі, бірақ оларды шамадан тыс қолдану терінің табиғи майларын жояды. Бұл құрғақтық, қышу және тітіркенуге әкеледі. Ал 60 жастан асқаннан кейін тері жұқарып, осал болады. Сондықтан оған мұқият күтім қажет. Сусабын мен сабынды күнделікті қолданудың орнына аптасына 2-3 рет жуыну жеткілікті. Ал қалған күндері тек жылы сумен шайыныңыз. Сондай-ақ құрамында парфюмерия мен бояғыш заттар жоқ, теріні ылғалдандыратын сусабындар мен сабындарды таңдаңыз. Алкоголь мен ыстық ванна қауіпті үйлесім. Көпшілігіміз релаксация үшін кешке бір бокал шарап ішіп ыстық ванна қабылдағанды ұнатамыз. Бірақ бұл өте қауіпті үйлесім болуы мүмкін, әсіресе 60 жастан асқаннан кейін. Алкоголь қан тамырларын кеңейтеді, ал ыстық су бұл әсерді күшейтеді. Бұл қан қысымының күрт төмендеуіне, бас айналуына, әлсіздікке, тіпті естен тануға әкелуі мүмкін. Сондықтан егер сіз алкоголь өнімдерін ішсеңіз, ыстық ванна қабылдаудан бас тартыңыз. Толық асқазанмен шомылу. Толық асқазанмен шомылу ас қорыту процесін бәсеңдетіп, ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Асқазанға қан ағымы бұзылып, ас қорыту ферменттерінің бөлінуі баяулайды. Бұл кебулерге, асқазанның ауырсынуына және жүрек айнуына әкеледі. Сондықтан тамақтанғаннан кейін кем дегенде 1 сағаттан кейін шомылу ұсынылады. Денсаулығыңызды сақтаңыз. Міне, құрметті көрермендер, бүгін біз 60 жастан кейін шомылу кезінде жіберетін, жиі кездесетін қателіктерді қарастырдық. Есіңізде болсын, бұл қарапайым кеңестерді орындау арқылы сіз өзіңіздің денсаулығыңызды сақтап, шомылудың жағымды әсерін арттыра аласыз. Шомылуды тек тазалық процедурасы емес, сонымен қатар денсаулықты нығайтудың және релаксацияның тәсілі ретінде де қарастырыңыз. Өзіңізге қамқорлық жасаңыз, денсаулығыңызды бағалаңыз. Біздің арнаға жазылып, денсаулық туралы пайдалы кеңестерді жіберіп алмаңыз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік ағайын.
ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.